Бүгіннен бастап тарих және өнер бірлестігінің 10 күндігі ашылды. Осы айлығымызға тікелей қатысуларыңызды сұраймын. Және бізде жауап берде сыйлық ал акциясына қатысуларыңызды сұраймын. Қазақстанда қанша облыс бар еді? Қазақстанда 14 облыс бар еді, қазіргі таңда 17. Жақсы, рахмет. Мектебіміздің толық атауы Абай атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп гимназиясы. Жансая. Жер көлемі жағынан Қазақстан қаншасыншы орында тұр? Жер көлемі жағынан Қазақстан 9-шы орында тұр. Қай ел Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш болып мойындады? Турция. Дұрыс. Алмаш апай. Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылы дейді. Абай Құнанбаев 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында өмір сүрген болатын. Туған жылын айту керек па? Абай Құнанбаев 1845 жылы туып, 1905 жылы қайтып, 4 жыл қайтыс болды. Валютамыз теңге. Теңге, дұрыс. Қазақстан Республикасының жер көлемі 9-шы орында тұр. Жер көлемі бойынша ма? Иә. Мақалды жалғастырады. Ауру қалса да әдет қалмайды. Өте дұрыс, рахмет. Бір шыпа, бір бауырсағы.